Кешегі мысалы анау бір хадисінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтады: "Иза асабаллаху абдаху бимарадин", Алла Тағала бір құлына бір ауруды тигізсе, сөйтіп ауру болған келген кезде, "Фалам яшкуни илля ауадихи", сөйтіп өзінің көңілін сұрап келіп жатқан адамдарға маған шағым айтпаса дейді, Алла Тағала айтып жатыр. Өзі бір ауру, өзі бір қиын болды дегенің шағымданып жатсың сен зиярат етіп жатқан адамдарға. Аллаға ренішің бар, шағым айтпаса дейді. Жалоба дейді ғой, дәрігер сұрайды ғой, жаңағы не нәрсеге жалобаң бар деген не нәрсе. Сол кезде сізде күнәларым ғой деген сөз ғана болу керек. Сонда Алла Тағала айтады, егер сол өзінің көңілін сұрауға келген адамдарға шағым болмаса дейді, наразылық білдірмесе маған қарай дейді Алла Тағала, "Абдалтуху лахман хойрон мин лахмихи", маған қараңыз, пайғамбар